Қыздар, мына салатты жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Бұл салатты нанмен жеген өте керемет үйлеседі. Керемет дәмді. Керемет. Міне кішкентай банкасын уже тауысып қойдық почти. Бір банкасын алдында бітіріп қойған болатынбыз. Міне басқа банкалары тұр. Өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Күзге дейін жеп қоямыз. Ал енді осы дәмді салатымызды дайындау үшін қажетті көкөністерді көрсетіп кетейін. Алдымен бізге осындай шамамен 4 килограммдай баклажан керек болады. Қызыл болгар бұрыштары, пияз, чеснок, мынандай 100 граммдай кинза керек және помидор. Баклажанымызды осылайша кубиктап тураймыз. Қыздар, біздің барлық көкөністеріміздің ешқай жері бүлінбеген, тап-таза сондай болу керек. Егер бөлінген көкөніс болса, онда біздің салатымыз атылып кетуі мүмкін, жаңағындай дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан көкөністер таза, ешқай жері бүлінбеген болу керек. Міне осылай баялдыны, баклажанды тураймыз. Бойындағы артық ащы суын шығару үшін баклажанның үстіне осылай бір қасық тұз салып, араластырып қолмен дайындап қоямыз. Енді қызыл болгар бұрыштарын тураймыз. Ол үшін міне осылайша тура видеодағыдай турайсыздар, 4 бұрышлап. Міне барлық бұрыштарымызды турап шықтық. Енді келесі кезекте қызанақтарымызды тураймыз. Қызанақты да дәл осылай өзектерін алып тастап, 4 бұрыштап тураймыз, кубиктап. Пиязды да осылай ортасынан бөліп аламыз да, одан кейін 3-ке бөлеміз. Содан кейін осылайша ұсақтап тураймыз. Кастрюльға немесе осылайша тегенеге майымызды құйып аламыз алдын ала. Менде 600 миллиграммдай май, сұйық май құйылды. Енді оның үстіне туралған пияздарымызды саламыз. Біздің май қыздырылған болу керек. Қызбаған майдың үстіне пияз салмаңыздар. Қызғаннан кейін барып саламыз. Оны әбден осылайша қуырамыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне қызанақтарымызды саламыз.
Қызанақтарымыз қуырылып жатқан кезде баклажандарымыздың артық суын шығарып аламыз. Басқа ыдысқа ауыстырамыз. Сол кезде артық суы шығады. Міне түбіндегі. Біздің қызанақтарымызда пиязбен бірге қуырылып жатыр. Міне осындай түсте болады. Ең қатты отта 20 минуттай қуырылды. Енді үстіне туралған бұрыштарды саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да осылайша 20 минуттай қуырамыз. Барлық көкөністерді әбден жұмсарғанша қуыру керек, әйтпесе салат атылып кетуі мүмкін. Атылмаса да оның дәмі дұрыс болмауы мүмкін. Сондықтан жақсылап қуырамыз. Енді міне осы қуырылып жатқан уақыттар арасында сарымсақпен, чеснокпен жаңағы кинзамызды турап аламыз. Сарымсақты күштен өткізсеңіздер де болады, немесе осылайша ұсақтап турасаңыздар да болады. Жиырма минуттай болгар бұрыштары қуырылды. Енді үстіне баклажандарымызды саламыз. Баклажан негізі губка сияқты жұмсақ болады. Ол қазір қуырылған кезде жаңағы массасы азаяды. Басында осылайша ыдысымызға сыймай тұрады, одан кейін барып қуырылған кезде отырады. Сәл отырады, сол кезде араластыруға да оңай болады. Жақсылап барлығын салып аламыз. Содан кейін жайлап араластырамыз. Баклажандарымызды әбден араластырып алғаннан кейін енді үстіне тұз қосамыз. Мен алғашқыда шамамен 2 қасықтай қостым, үлкен қасықпен 2 ас қасықтай. Енді тағы да соңына қарай қосамын. Тұзын қосқаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін орташа отта 55 минуттай бұқтырамыз. Міне шамамен 50-55 минуттай бұқтырылды. Жұмсарып, әбден жаңағы бетіне соктары бөлініп, әдемі болып шықты. Енді ары қарай тағы да тұз қосамыз. Мен бұл салатқа барлығы 4 ас қасықтай қостым. Негізі сіздер дәміне қарай одан да көбірек қосуларыңызға болады. Салатқа жақсы дәм беру үшін енді қант қосуға болады. 4 ас қасықтай қант қосылды. Салатымыздың дәмін көреміз.
Егер тұзы аздау болса тағы да қосуларыңызға болады. Міне енді құрамына кинза қосамыз. Одан кейін туралған, ұсақтап туралған чесноктарымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, енді 7 минуттай қайнатамыз. Салатымыз пісіп дайын болды. Енді банкаларға салып орналастырамыз. Банкаларды мен стерилизация жасаған кезде духовкаға осылай 25 минуттай 150 градуста қойып аламын. Ал крышкаларды осылайша ыстық суда 5 минут 10 минуттай қайнатамын. Ыстық банкаға біртіндеп банкаларымызды духовкадан алып отырып, осылайша құямыз. Міне мынау 2 күннен кейінгі түсірілім. Салаттардың бір банкасын ашып жеп қойған болатынбыз. Енді міне екінші кішкентай банкасын салып көрсетіп жатырмын. Керемет дәмді шықты. Құрамына бір ащы бұрыш қоссаңыздар да болады. Мен негізі қоспадым. Достар, тура осылай асықпай видеоға қарап жасасаңыздар болады. Төмендегі описание бөлімінде барлық құрамы жазылған. Менің каналыма бұрын соңды жазылмаған болсаңыздар жазылып, қоңыраушаның белгісін басып кетіңіздер. Сол кезде жаңа рецептерді көретін боласыздар. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұргүл. Сау болыңыздар.